келген соң күз өзінің бір тонын шешкендей бір адамды депрессияға, стресске кішкене жақындатады, адамды ауыртады. Сондықтан кішкене де болсын оған мықты болу керек. Күздің артында көктем келетінін білу керек. Сол көктем келетінін білгеннен кейін соған үміттеніп, ары қаратай өмір сүру керек. Бұл әнші Бейбіткүл Нұрымқожинаның көңілсіз 7-ші күзі. Тек ол алғашқы некесі сәтсіз болғанына қарамастан жалғыз ұлын өзі жетілдіруде. Қазір Мырзатой ұйымдастыру орталығым бар, сол бар. Сосын өзім Алматы әуендері филармониясының солистімін. Оған да жұмысымды жасаймыз. Енді біз о жерде тұрғылықты, сол жерде 12 жыл жұмыс жасаймын. Концерттерде жаңа репертуарларымызды жаңартамыз. Күйзелісті жеңіп, аяқтан тұрып, бір емес бірнеше жұмысты қатар алып жүрген ана, оқушыларға арналған қазақ тілді білім алу орталығын ашқан. Бейбіткүл өзін дамытуды да ұмытқан емес. Оқушыларымен бірге өзі де көп нәрсені үйреніп жүр екен. Әңгімелер оқитын болдым. Әңгімелер оқимын, өзіме көмекші құрал ретінде шетелге барсам да, қазір маған қандай да бір бала келіп ағылшынша сұрақ қойса, соған ұялмай жауап бере алатындай қылып, ағылшын тілімді оқып жатырмын. Cook and look at it with Бейбіткүлдің аузы күйгенімен дағы бір тәуекелге баруға дайын. Жалғыз өзіме қиын, оны мен жасырмаймын. Нәзіктік бар. Шіркін біреу жолықса деген арман бар. Ол арман енді Алла бұйыртқан күн орындала жатар. Енді мен біріншісінде енді сәтсіз болғанмен, егерде ер адамды да жақсы жаман жасайтын өзіміз біз. Мүмкін менен қателік кеткен шығар. Енді ойлаймын, Алла тағала маған тағы да бір ер азаматты жіберіп жататын болса, ол тек қана менің балама жақсы әке. Білем, ол менің балама оттыйды жаңа әке боламайды. Бірақ дегенмен де балама менің көзқарасы жақсы болып, балама жақсы, салиқалы тәрбие бере алатын ер адам болса, мен сол ер адамның етегінен ұстайтын едім. Бұл жапырақ сарғайып тұр, бірақ бұл көгереді. Мен білем, бұл келесі көктемде көгеретін. Және мен де көгерем осы жапырақпен бірге. Көктеп, әп-әдемі болып шыға келем. Құдай қаласа.